Сол депутаттар дәл қазір халықтың сөзін сөйлеп жатқан жоқ. Басқа елдерден қайыр сұрап, ақша сұрап жүр. Кеше ақшаны ұрда-бұрда барғары алып кетті. Сол құрафатты алып келейік те, бір ең кесіп алайық. Олар маған угроз жасаған жоқ дейсіздер ме? Енді олар сөйтіп жасады екен деп мен інге тығылып отырмаймын ғой. Армыс сағайын, есік алды топ-шеңгелге келгенде өзің сен-сенгел дейді аталарымыз. Сол сияқты мен өзіме сенімді болғаннан кейін осындай мәлімдеме жасадым. Енді маған түрлі сұрақтар қойылатыны, түрлі жалалар жабылатыны ол заңды ғой. Осындай іске барып отырғаннан кейін. Сондықтан менің жасаған мәлімдемеме бір 12 сағаттың ішінде 300 мыңнан астам адам көріп, 35 мың адамдай лайк басып, 25 мыңға жуық пікір айтылған екен. Сол мені қолдаған қандастарға үлкен алғыс айтам. Және де менің Фейсбуктағы достарым, Инстаграмдағы достарымның 80-90% қолдаймыз, сенеміз, алға деп жатыр. Бірақ осының ішінде түрлі кері пікірлер де менің атыма айтылған жалалар да бар екен. Сол сұрақтарға рет-ретімен жауап беріп кетейін. Мен өзім кез келген уақытта, кез келген сұраққа жауап беруге дайынмын. Сонымен кеттік, қандай сұрақтар, қандай бір айыптаулар болып жатыр екен. Сонымен ең көп қойылған сұрақтар, күмәндар, сен биліктің жобасысың, болмаса қосанып 2, қосанып 3-сің деген айыптаулар екен. Мен бұған жауап ретінде өзімнің өмір тарихымнан айтып кетейін. Оның бәрін ізденген адамдар бұрынғы газеттерден біле алады, болмаса мен тұрған Семей өңіріндегі адамдар, болмаса Павлодар қаласындағы адамдардан сұрап білулеріне де болады. 2002 жылы осы ДВК көтерілген кезде Ғалымжан Жақияновтың маңайында Семейдің беткеұстар азаматтары 50-60 100-ге жуық Павлодардың азаматтары болған. Артынан Ғалымжан Жақиянов қамалып түрмеге түскен кезде солардың ешқайсысы қалмады қасында, шындығын айту керек. Қасында қалғаны Төлен Тоқтасынов және мен болдым. Төленнің өзінің басына іс түсіп, шетелде жүруге мәжбүр болды. Соны Моңғолияға барып, Төленнің 50 жасын тойын өткізіп, қасында табылған мен болатынмын. Мен өзім негізгі өмірлік ұстанымым, малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы. Және оны мен өмірде дәлелдей білдім. Өйткені дәл сол кезде менің үстімнен іс қозғалып, КНБ-сі келіп, прокуратурасы келіп, Финполы келіп, күндіз-түні мені тергеуге алған кезде мен айттым, малым жанымның садағасы. Осы Қызғатындардың фабрикамы, сол фабриканың сол жердегі нарықтық құны кем дегенде $10 миллион. Әйтпесе сол кездегі дүркіреп жұмыс істеп тұрған фабриканы $20 миллион бағалап бұға болатын нарықтың бағасымен. Соны мен бір күнде бердім, алды, өзім 3 жылға Қытайға кетіп қалуға мәжбүр болдым, отбасымен. Әрине сол кезде мен дүниемді сақтап қалғым келіп, ғалымжандардың үстінен арыз жазып, биліктің алдында барып тізерлесем, аман-есен қалуыма болушы еді. Көптеген Семейдің кәсіпкерлері дүниелерін жоғалтпай аман-есен қалды ғой. Мен де аман-есен қалуыма болушы еді. Бірақ мен айттым, малым жаным садағасы. Дүниені болса алыңдар, басым аман болса дүниені тауып алам. Басым аман болушы мен бала шағамды алдым да Қытайға кетіп қалдым. 3 жыл тынышталғанша, Рахат Әлиевтің өзінің басына бұлт үйіріліп, өзі жанымен қайғы болғанша мен сол жақта жан сақтап жүруіме тура келді. Тіпті сол кезде мен саясатта араласқан да жоқ едім көп. Артынан 1 жылдай Моңғолияда жүрдім, Төлен досымның қасында. Ал дәл сол кезде маған ғалымжандарға қарсы, ДВК-ға қарсы бір ауыз сөз жазып, мен егер сол тізерлейтін болсам, мен малымды алып қалатын едім. Бірақ айттым, жаным арымның садағасы. Егер мен сол тізерлеп, кешірім сұрап, істемеген қылмысымды, болмаса достарымды сататын болсам, онда мен арымды сатып жерген адам болатын едім. Онда мен арғарай өмір сүруім, жүруім, адамдарға қарауым қалай болатын еді. Мысалы, сол кездегі митингте сөз сөйлейтін кезде, мен артынан білдім, міндетті түрде маған қылмыстық іс қозғалатынын, менің қуданатынымды білдім. Менің өзімнің амбициям жоқ болды, бірақ жаным арымның садағасы. Жаңағы жерде телефонды өшіріп, қашып кетуіме болушы еді. Бірақ онан кейін мен адамдардың бетіне
қалай қарайтын едім? Менің ішкі жан дүнием бар ғой, менің арым, ұятым бар ғой. Ал арым сатып кеткеннен кейін мен қалай онан кейін тамақ ішіп, жер басып жүретін едім? Сондықтан болса болды, осысын соттасам сотталайын, атсын деп барым да сөйледім. Өйткені достарым сатып кете алмадым. Артынан Ғалымжан түрмеде жатқан кезде шідертіге бардым, оны маңайынан қарап тексеріп отырды. Сол кезде мен кәсіпте жүрген болатынмын. Бірақ бәрібір мені арым шыдатпады, бардым. Түрмеден келгеннен кейін де Ғалымжанмен ара қатынасымды үзген жоқпын. Бірақ Ғалымжан билікте жүрген кезде, әкім болып тұрған кезде маңайындағы бір қора азаматтардың ешқайсысы қалған жоқ қой. Абай атамыз айтады, жаман жолдас көлеңке сияқты дейді. Басыңда күн тұрған кезде қашсаң құтыла алмайсың. Ол көлеңке сияқты еріп жүреді. Ал басыңды бұрт торлаған кезде оны іздесең таппайсың дейді. Сол басын бұрт торлаған кезде мен қасында болдым. Бірақ артынан Ғалымжан бәрілеріңіз білесіздер, саясаттан кетті. Мен сол Қытайдан қайтадан қайтып келдім, аман есен қалдым, қайтадан кәсіптерімді жандастырып істей бастадым. Енді маған сен Қосанов сияқты билікпен келісіп алдың, биліктің қолындағы бір қуыршақсың, бір ойыншықсың деп айтып жатқандарға тіпті бір жерден оқып қалдым, бұл бір клоун деп. Менің негізгі ұстанымым бастың амандығы, астың адалдығы. Малым жанымның, жаным арымның садағасы. Біреу әкеп соны дәлелдесе, мен сол адамның табанын жалап, егерде мына қолымды шауып бер десе, осы қолымды балтамен сол кісінің алдында шауып тастауға дайынмын. Құдайға шүкір, қазақ деген қанымыз бар. Кешегі Абылайлар, одан кейінгі Қабанбай, Бөгенбайлар, кешегі Ахмет пен Міржақыптар қасқайып тұрып, түрменеде өлімді қарсы алды ғой. Бүгін солардың ұрпағы құрып кетті дейсіңдер ме? Өзі сондай кукла болуға дайын, өзі ақша үшін, болмаса билік үшін біреумен барып бірігуге дайын, біреудің қолында қуыршақ болуға дайын адамдардың сөзі деп білемін. Мен ата-бабамның аруағымен Құран ұста десең Құран ұстап, нан ұста десең нан ұста деп ант бере аламын. Ешқандай билік маған келіп, Ахметбек мына партияны құр, сонан кейін біздің қолымызда ойыншық болып ойна, кейін бірдеңке саған билік береміз, болмаса байлық береміз, болмаса кейін бүйтіп секіріп кетесің деп айтқан жоқ. Соны дәлелдейтін адам болса, соны дәлелдесін. Егер ол сөзінде тұра алатын болса, мен қолымды шауып берейін елдің алдына шығып тұрып, егер дәлелдей алмаса, мен оның қолын шауып тастауға дайынмын. Бауыржан Момышұлы атамыз өзінің «Волконский шоссе» атты кітабын жазған кезде жазушы Александр Бекпен шарттасқан екен. Егер осының ішінде бірде-бір өтірік болатын болса, мына қолымды шауып тастаймын деп. Мен де сондай сөзді айта алатын, сол сөзімде тұра алатын азаматпын, ағайын. Сондықтан мен Қосанов болмаймын, мен кукла болмаймын. Үйтіп жер басып жүргенше, менің жер басып жүрмей қойғаным жақсы. Егер мен ондай бір тиын үшін, болмаса билік үшін барып, кейін тайқып кететін болсам, онда несіне шығамын? Онда тып-тыныш қана өзімнің жұмысымды істеп жүре бермеймін ба? Сондықтан неге мен партия аштым? Бұл ой маған не алып келді? Мен депутаттыққа барып, биліктен халықтың мұң-мұқтажын айтып, халықтың талабын жеткізуге дайын екенімді білемін. Білімім толық, тәжірибем бар. Сол депутаттар дәл қазір халықтың сөзін сөйлеп жатқан жоқ. Оны бәріміз көріп отырмыз. Ал бірақ депутаттыққа бару үшін бір-ақ жол бар екен. Партия арқылы бару. Басқадай жеке тұлға депутат бола алмайды. Ал басқа бір партиядан барып, соның қолжаулығы болуға мен тағы да дайын емеспін. Сондықтан мен бір-ақ жол бар екен, өз партиямды құру. Және де менің халықтың алдында жүргеннен кейін, менің YouTube каналым бар, әлеуметтік желі арқылы менің айтып жүрген сөзімді қолдайтын халық бар екен мен білемін. Мен де кішкентай жас бала емеспін ғой. Міне, қараңыздар, 12 сағаттың ішінде маған 25 мың адам қолдаймын деп дауыс беріп отыр. 35 мың адам лайк басып отыр. Тек қана YouTube каналында, бұл жарты күннің ішінде. Оған қосымша Instagram каналы бар, тағы да Facebook бар, тағы да естімеген, білмеген адамдар бар. Мен бұны түйсігіммен өзім сеземін, халықтың қолдайтынын. Өйткені мен қара халықтың ішінен шыққан адаммын. Мен 15 баланың бірімін, қарапайым отбасында шыққан адаммын. Мен ешқашан байлықта қойған жоқпын, билікте қойған жоқпын. Халықтың не сезінетінін білемін. Мен өзім жоқшылықта, тапшылықта өскен адаммын. Сондықтан мен қара халықтың ниетін, оның жан айқайын сезінемін.
Сондықтан мен осы партияны құруға шешім қабылдадым. Халықтың қолдайтынын сезіп отырмын. Өзіме сенімді болғаннан кейін бұны құрудамын. Енді билікке ашық қарсы шығып митингке бару жайлы. Мен ойлаймын, осы митингке барып, айғай-шумен, үлкен қан төгіспен мәселені шешу дұрыс емес деп ойлаймын. Мысалы, жан беру оңай емес. Мен бір сұхбатта оқыған Бауыржан Момышұлының өзінен сұраған екен. Бәуке, сіз соғыста қорықтыңыз ба? Қорқыныш жүрегіңізде болды ма дегенде ол кісі айтқан, әрине қорықтым. Ет пен сүйектен жаратылған адам жан тәтті, кім өлімнен қорықпайды дейсің? Мен де қорықтым деп. Бірақ соны жеңе алу, сол қорқыныш жеңе алу, батырлық деген осы. Бірақ адамның өмірі деген ол өте қымбат нәрсе. Кеше ана Ағаділ бауырымыз өмірден озып кетті ғой, өлді. Бала шағасы қалды, анасы қалды аңырап. Ал өзі жастайынан қыршыннан қиылды. Әлі қанша өмір сүруге мүмкіндігі бар еді. Сіз сол өміріңізді қиюға дайынсыз ба? Осыны айтып отырған, неге митингке шықпайсың деген. Сол митингке шығайық, соған өміріңді қиюға, қазір өліп кетуге дайынсың ба? Сырттан отырып алып, айтақтайтындар, митингке шық, қорқақ, чумо дейтіндер, өздері өліп барса шықпайды. Солардың қолына қару таратайықшы қазір. Мә, бір-бір мылтық берейік, кеттік, атысайық дегенде, солардың қайсы духы жетіп сол мылтықты ала алады екен? Диван батырлар отырып алады. Адамның өмірі қымбат. Сырттан отырып алып, айдап салып, азамат өмірден айырылды. Қазір кім батыр болса, сол өзі шығу керек. Шықсын өмірімді, басымды бәйгеге тіктім деп. Ал одан не шешіліп кетеді? Бір адам өлді, екі адам өлді, қан төгіс болды, одан не шешілді? Одан ештеме шешілмейді. Мысалы, Қырғызстанда демократия болды, қанша азаматтың өмірі қиылды. Қазір Қырғызстанның жағдайы қандай? Керемет емес қой. Солар дамып, керемет болып кетсе айтатын едік. Біз де солай жасайық деп. Еркек тоқты құрбандық деп айтатын едік. Украинада қанша боздақтардың өмірін қиды. Содан Украина гүлденіп, керемет болып кеткенін көрсетіңізші. Қазір мына келген президент басқа елдерден қайыр сұрап, ақша сұрап жүр. Ливияда болған қан төгістер, қайсысы сол мемлекеттерді керемет қылып дамытып алып кетті? Меніңше басқа жол болуға тиіс. Айталық, мысалы, Храпунов, кеше ақшаны ұрда-бұрда барғарай алып кетті. Сол Храпуновты алып келейікті, бір енін кесіп алайық. Содан саған, маған бірдеңке түсе ме? Ештеңке түспейді. Өткен өтті, енді оған қайырылмаймыз. Біздікі болашаққа қарау керек. Адамның өмірі өткен емес, адамның өмірі оның болашағы. Болашағымыз қалай болады? Болашағымызда қандай бір мемлекет жасаймыз? Қандай бір бейбіт мемлекет жасаймыз? Ол үшін бір-ақ жол парламентке бару керек. Дұрыс заңдар қабылдату керек. Және кейін сол заңдарды орындату керек. Елімізде, Құдайға шүкір, еліміздің жерде, үсті де бай. Біз 18 миллион халықпыз. Мен ойлаймын, халыққа не керек? Халыққа жұмыс істеуге жағдай жасау керек. Мүмкіншілік беру керек. Оларға жоба көрсетіп, жол көрсету керек. Шәкәрім бабамыз айтқандай. Сол кезде әрбір халыққа жұмыс тауып берсе, оларға дұрыс жалақы төлетсе, бюджетті толтыртса, сол жұмыс арқылы, одан артық халыққа не керек? Бір-екі адамды ұстап алып, соттатып, атқаннан, оны түрмеге тыққаннан біздің бір жеріміз жақсы болып кете ме? Меніңше ешқандай жақсы болып кетпейді. Ал митингке шығып, қан төгіс жасап, біреудің өмірін қиғаннан, біреуді өлтіргеннен сіз бен бізге немене түседі? Бірдеңеміз қышуымыз қанама, содан көсегеміз көгеріп кете ме? Меніңше ешкімді көсеге содан көгермейді. Өмір қымбат. Әрбір адамның өмірін бағалай білу керек. Негізгі бір үйді тұрғызу үшін қаншама еңбек керек, қаншама қаражат керек. Ал ол үйді өртей салу, болмаса бір бомбаны тастай салу түкке тұрмайды. Қирату жеңіл. Ал тұрғызу, жасау ол қиын. Оған үлкен еңбек керек, қажыр керек, білім керек, шыдамдылық керек, сабыр керек. Менің айтатын жолым осы. Билікке керек кезде әрбір хайп ұйымдастырасың. Мына әншілерге қарсы менің жасаған бір акцияларым, қалауымға қарсаған жақсыған акцияларым биліктің тарапынан маған айтып отырған бір нұсқаулар деп айтып отырсыз да? Онда мен қуыршақ болғаным ғой.
Мен осы уақытқа дейін ешқашан қуыршақ болып көргем жоқпын. Бағанада айттым ғой, Махамбеттің сөзі бар да, күнде жасып жүргенше қара көзде жас кепсін, тізерлеп өмір сүргенше қанжығада бас кепсін дейді. Мұхтар Шаханов ағамыздың өлеңі бар, Әмір Темір деген. Сонда айтады: тек қарынға билік берсек, мына ғалам не болмақ? Онда ізгілік өзендері ақбайғалар табандап, қарғалары қарқылдасып, қырандарын жамандап, қашыр озып, тұлпарлардың мерей ақсап шабандап, биікпенен аласаның шекарасы жоғалмақ дейді. Тек қарынға билік берсек, онда біз хайуан болғанбыз ғой, онда біз адамгершілігіміз жоғалғаны ғой. Мен өліп бара жатсам да, аштан қалсам да, біреудің айтқанымен, біреудің берген тиын тебенімен ондай нәрсені жасамаймын. Осыны айтып отырған адам өзі жасауға дайын шығар. Ақша үшін, арын сатып, тіпті ақша үшін отанды сатып жіберетін адамдардың сөзі. Дәл осы лотерея ойынын бүкіл халық қолдап, бүкіл мыңдаған адамдар ойнап жатқан кезде, ана әншілерді бүкіл халық жақсы көреді. Әр қайсында 2 миллионнан подписчиктері бар. Сол кезде бірінші болып осыған қарсы шыққан мен болатынмын. Олар маған бір қоқан-лоққы жасаған жоқ, олар маған бір қазір заман айтқанда угроз жасаған жоқ дейсіздер ме? Әрине жасады. Маған маңайындағылар бәрі айтады: Ахмет аға, пистолет алып жүріңіз, байқап жүріңіз, байқап жүріңіз, олар сізге қастандық жасайды дейді. Айтам, жасаса жасасын. Әйтеуір келетін бір өлім. Қорқақ күнде өледі, батыр бір рет өледі дейді. Енді олар сөйтіп жасады екен деп мен інге тығылып отырмаймын ғой. Халық алданып жатыр ма, халықты жындығып жатыр ма? Келдім де беттерін айттым: айналайындар, тоқтатыңдар, мыналарың дұрыс емес деп. Қайсыларың шығып айта алдыңдар? Егер мен содан өкіметтен бір нұсқау алып, бір тиын ақша алсам, мен Ахметбек болмай кетейін. Одан да мен ана унитаздағы суды алып, унитаздағы нәжіс іскенім жақсы емес пе? Мен үнемі осындай бір істер істеген кезде айтам, ақша үшін арын сатқандар болғанда айтам: ол унитаздан тамақ ішкендер жайлы айтпаңдар. Ешқашан унитаздан тамақ ішкен жоқпын, ішпеймін де. Менің анам былай тәрбиелеген: біреудің ала жібін аттама. Менің әкем де, шешем де өмір бойы таза адал еңбекпен жұмыс істеді. Ешқашан айтатын: біреудің битте нәрсесін алған жоқ. Бізді солай тәрбиеледі, мен солай өстім, қалған өмірім де солай өтеді. Мен ешқашан, мысалы, 94 жылы 1 миллион 200 мың долларға ет комбинатын сатып алған кезде қымбат көлік мінген жоқпын. Мен ешқашан сағат та таққан жоқпын. Ешқашан қолыма бір сырға да таққан жоқпын. Мына семейліктер, павлодарлықтар біледі, менің әйеліме ешқашан бриллиант әперген жоқпын. Айтам, оның бәрі мен айтам, қолдың кірі. Мен негізгі Толстойды көп оқимын. Толстой айтады: байлық деген боқ сияқты дейді. Қаншама көп жинасаң, соншама сасиды. Сіздерге бір әфсана айтып кеткім келеді. Бір үлкен байдың үйіне бір әулие келіпті. Әулие жүреді, астында бір ғана аты бар, кедей жұпыны киінген, бірақ аты шыққан, бүкіл халық сыйлайтын әулие адам екен. Бай әлгі әулиені жата жастаны қонақ қылады, тамағын береді, күтеді. Кетерінде айтады: осылай менің үйімде осы сіз келіп қонып қойды деп айтайын, маған бір белгі беретін бір неме тастап кетіңізші деп. Сонда әлгі әулие оған бір ине беріпті. Мынаны менің көзімдей көріп сақтап жүр, бірақ кейін қайтарып бересің. Бұл қымбат ине маған, кейін бір қайтарып бересің дейді де, инені тастап өзі кетіп қалады. Ана бай ана инені шапанының бір жеріне бүйтіп іліп тігіп қояды. Содан кейін бір апта өткеннен кейін есіне түсіп, әйеліне айтады: ана әулие маған мына бір инені беріп кетті. Кейін бір қайтарып бересің деп аманатқа тастап кетті. Деп еді, әйел ойбай салады: ойбай байеке, неге алдыңыз? Алмау керек еді. Бай айтады: неге, не болып қалды деп. Ол үлкен кісі ғой. Жасы келген адам бір жерде болмаса бір күні өмірден озып кетсе, мына инені қайтарып бере алмай қаласың ғой. Ол ана үйге кетіп қалғаннан кейін саған аманатқа беріп кетіп отыр ғой. Соны неге түсінбейсің деп. Бай шошып кетеді. Расымен ол кісі өліп қалса, мен қалай оны берем? Соған атына міне салады да, әулиені қуат артынан іздейді. 15 күнде өтіп кеткен, ана әулие ана ауылға, мына ауылға қыдырып жүр. Содан өліп талып 10 шақты күн өткен кезде әулиені тауып алады. Ой, ассаламағалейкум, әулиені барып амандасып, құшақтап, әулие күледі, күлімсіреп: байеке, нағып аптығып жүрсің, нағып мені іздеп жүрсің деп. Ой, кешіріңіз,
осылай мен әйеліммен сөйлесіп едім, әйелім айтты, неге аласың, ол кісіден ештеңе алмау керек еді. Сіз енді кешіріңіз, жасыңыз келген адамсыз, олай бұлай болып кетсеңіз, мына ине менде қалып қалады ғой. Сіз бұны аманатқа бердіңіз, мен сізге қалай беремін деп. Сонда әулие күліп тұрып айтты дейді, байеке, мен үйіңе барғанда көрдім, сен мыңғырған малың, қаншама үйің, жинаған дүниең бар екен. Сен енді мына бір биттей инені маған о дүниеге әкеліп бере алмайды екенсің. Ана малың мен дүниең жайлы ойланып көрші деп айтты дейді. Артық сөз айтпапты. Ақ жерде отырып бай қатты ойға батыпты. Мен о дүниеге бір биттей инені апарып бере алмасам, ана әулиеге, ана дүниені не істеймін деп. Оның бәрі қалады екен ғой менің артымнан. Қайтып келгеннен кейін сол дүниесін адамдарға таратыпты көбін. Өзіне жетерлік қана қалдырған, ішіп жейтіндей қалған дүниесін түгел таратып беріпті. Өйткені мен де өлем. Өлген кезде мынаның бәрі жердің бетінде қалады ғой. Мен философияны көп оқимын. Махатма Гандиді оқимын. Мен ең үлгі тұтатын адамым өмірдегі Махатма Ганди. Үстіндегі ана индиялық сариді ғана киіп жүрген, мүлде байлықты қумаған адам. Толстойды оқимын, Абайды оқимын, Шәкәрімді оқимын. Менің ең көп оқитындарым философтар. Сондықтан мен ешқашан қымбат көлік мінген жоқпын. Мен осы 30 жыл бойы кәсіппен айналысып жүрмін ғой. Қаншама адамдармен араластым, қанша адамдармен істес болдым. Солардың бірде-біреуі маған келіп айтсыншы, әй Ахмет, сен біздің еңбегіміз жеп кеттің, сен дүние үшін біреуді алдадың, үйттің деп. Мен бәрінің көзіне қарап сөйлей аламын. Мен ешқашан қымбат көлік мініп, қымбат үй алып, қымбат бір үстіме зат іліп, сағат таққан адам емеспін. Оның бәрін әшекей деп ойлаймын. Абай атамыздың мына сөзі бар. Адам қапыл дүниені дерменікі, менікі деп жүргенің бәрі оныкі. Тән қалып, малда қалып, жан кеткенде сонда ойлашы болады не сенікі дейді. Адамның артында қалатыны тек қана оның сөздері мен істеген істері. Сондықтан мен де артыма сондай ісім мен сөзімді қалдырып кеткім келеді. Сол мысалы Ақтанберділердің заманында, Махамбеттің заманында, Абай мен Шәкәрімнің заманында қаншама адам өмір сүрді ғой. Соның қайсысының атын білеміз? Бір 5-6 адамның атын білеміз. Артына сөзі мен ісі қалған адамдар. Алашардақтылардың заманында не бір байлар, не бір бағландар болды ғой. Мыңдаған, 10 мыңдаған жылқысы бар адамдар. Соның қайсысының атын білеміз? Біз қазір Ахмет Байтұрсын, Міржақып, Мағжан, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Жүсіпбек Аймауытов, Әлихан Бөкейхан осылай кете береді. Кейін менің ұрпағым мені есінде қалсын деп ойлаймын. Сондықтан барлығы дүниеге байланып тұрған жоқ, айналайындар. Өз телеканалымды аштым деген осы азаматты осы студияға келсінші, менің Сен ТВ каналыма келсін. Сол жерде бар ғой, егерде сол менің телеканалымды ашқаныма бір дәлел әкелсе, унитаздан маған нәжісін алып келсін, мен соны жеуге дайынмын. Егер дәлелдей алмасаң, мен саған соны жегізем. Өзі сол унитаздан су ішіп, унитаздан тамақ ішуге дайын адам біреуді де солай ойлайды. Абай атамыз айтады, мал жияды мақтанып білдірмекке, мал мен шұқып көзіне күйдірмекке, өзі шошқа, басқаны ит деп ойлар, сорпа сумен сүйекке сүйдірмекке дейді. Айналайын, дәлеліңді алып кел, соңын нәжісіңді алып кел, мен соны жейін. Егер дәлелдей алмасаң, мен саған соны жегізем. Бұл телеканал YouTube'дан ашылып тұр. Бұны мен карантинде аштым. Ешкімнің бұған рұқсаты керек жоқ. Сен де ашып ал. Ашып ал, егерде осыған айталатын хабарың 12 сағат бойы айтатын сенің айталатын ойың болса, жеткізетін халыққа бір ақпаратың болса, аш. 18 миллион қазақтың кез келген аша алады. Мені бала кезімнен достарым, араласқан туыстарым қияли деп таниды. Көп қиялдайтынмын. Сол қиялы үлкен адамның арманында үлкен болады. Мен Қазақстанда болашақта мынандай деп көз алдыма елестетем, армандаймын. Қазақстанда түрме жоқ. Яғни қылмыскерлер жоқ. Қазақстанда жетімдер үйі жоқ. Қарттар үйі жоқ. Кедей үйі жоқ. Дүкендерінде арақ сатылмайды. Тиым салған емес, адамдар өздері саналы түрде ішпейді.
Барлық қазақтың баспанасы бар, астында көлігі бар, не ішем, не кием демейді. Дұрыс емделе алады, балаларын мықты оқу орындарына оқыталады. Жылына кем дегенде бір-екі рет шетелге аралап бара алады. Бұл қиял ғажайып сияқты. Бірақ Нидерландыда жыл соңғы түрме жабылды. Яғни мүлде түрме жоқ. Мысалы, Германияның халқы, қараңыздар, көшеде заттар сатылып жатыр, жем-шидек сатылып жатыр, сатушы жоқ. Адамдар ұрлық деген не екенін білмейді. Крайне потрясен тем, что я сейчас увидел. Мы сейчас находимся на одном из цветочных полей, где продаются очень красивые цветы. Но продаются они очень необычным способом. Здесь нет ни продавца, здесь нет ни охранника, ни высокого забора с колючей проволокой. Вместо всего вышеперечисленного здесь есть такая касса, куда люди просто по-честному бросают деньги. Это Германия, друзья, окраина Мюнхена. Я часто проезжаю мимо этого цветочного поля, часто срезаю здесь цветы и плачу согласно вот этому вот ценнику. Сегодня я для себя купила, потому что мне очень нравятся гладиолусы. Иногда едешь мимо и, бац, решаешь заехать купить цветы. Есть газетные автоматы, которые тоже работают на честности. Они встречаются и в других регионах. Біз осыны жасай аламыз ба? Жасай аламыз. Қазақтың даласында бұрын түрме болды ма? Болған жоқ қой. Есігінде құлыбы да болған жоқ. Ала жіпті тастап кетеді, болды. Адамдар сондай саналы болған. Біреудің ала жібін аттама деген сөз қалған. Қазақтың даласында жетім болды ма? Жесір болды ма? Қарттар үйі болды ма? Болған жоқ. Сондықтан біз қайтадан өзіміздің қазақтық қанымызды, қазақтық салтымызды, дәстүрімізді алып кесек, содан кейін Алаш ардақтылар айтқанда Европаның ғылым мәдениетін меңгерсек, біз әлемдегі шындығында да ең бай, ең бақуатты елге айнала аламыз. Жапония далада қалады. Және де біздің халық жеті ата араламай, қыз алып қыз беріспейтін өте қаны таза қалыппыз. Арабтар сияқты ағайындарына үйлене бермейді. Біздің жастарымыз мәдениетті, тек қана мына 70 жыл Советтің табанында жатқан кезде біздің кішкене пейілімізді, ниетімізді, дәстүрімізді бұзып жіберді. Оны біз қайтадан жандандыра аламыз. Менің қиялым осы. Ақтанбердінің өлеңі бар ғой. Күлдір күснетіп, күреңді мінер мекенбіз, кіреукеден бау тағып, қамқапты киер мекенбіз. Төскейге орда орнатып, өзенге бие байлатып, төрткілде ошақ қаздырып, төбел бие сойғызып, төменде бидің кеңесін бізде бір құрар мекенбіз дейді. Кейде бір жерді жол қысам, шөлең бір жерді көл қысам, құрап жанды көп жиып, өз алдына ел қысам, асқар бір тауды жайласам, желлеп бие байласам, күнде жиын, күнде той, қыз бозбала ойнатсам, өзім бір жеке жайласам, жігіттен нөкер сайласам, ойпаң жерге 10 атау, қыран жерге 40 шатыр қонағымды жайғасам, пышақтан малым кетпесе, қазаным оттан түспесе, ауылдан топыр үзілмей, ошақтың оты өшпесе, май жемесе қонағым, қан жемесе барағым, 10 кісіге татса, бір кісіге арнап тартқан табағым дейді. Жоны бір жалпақ жотадай, мойны бір жалпақ жуан бұқадай, балуаннан нөкер сайлатып, күреске салар мекенбіз. Ерекше көзге көрініп, балуаным жықса таңлатып, алғайдың құба жонына жайылған қойым симаса, 100 бүргеншек 100 қоспен қатар жүріп жинаса, көгалалы көп жылқы көлге бір түссе көз жетпей, санап санын алуға есебіне сан жетпейді. Ақтанберді осындай өмірді аңсаған, соны біз дәл қазір жасай аламыз. Сізбен біз жасаймыз. Ғылым білім дамыды, бабалар мынандай елді қалдырды. Енді бейбіт жолмен, тыныштықпен, ешкімнің қанын төкпей, ешкімді өлтірмей, біз берекелі ынтымақты ел жасай аламыз ағайын. Сеніңіздер маған. Абай атамыздың сөзін тағы қайталап айтам. Бүкіл Қазақстанға қаратып айтып отыр. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап дейді. Ақыл деген сөз сабыр, ынтымақ, береке, бірлік. Қайрат деген сөз еңбек, еңбектену керек. Қорытындысын айтқан кезде мен Ахмет Байтұрсын атамыз
менің де атым Ахмет қой. Сол кісінің ұстанымын ұстаймын. Рахатсыз өтсе де өмір жасым, Тәңірім бұл жолымнан айырмасын. Ұзақ жолға ниет қып бір шыққан соң, жарым жолдан қайтпаспын, қарындасым. Тауда болар бұл жолда, суда болар, жаудың оғы жазылған тор ауда болар. Мынау пайда, мынау зиян демек, ерліктің ісі емес, сауда болар. Шаршайтын, шалдығатын жолда болар, шалдыққанға мұқалмас ерде болар. Қажырланып, қайраттанып, тырмыссаң да, шығармайтын жолыңда өрде болар. Шаршайды деп ойлама шалдыққаннан, ұзақсынып жатпаспын жалыққаннан. Жұрт қолымнан келмесе өкпелемес, барын сақтап, мен аяп, алып қалман. Жұрт білемін бұнымды ұқпайтынын, көтермеге талғанда шықпайтынын. Шалыс басып аяқтан жығылғанда жатқаныңнан тұрма деп нықтайтынын. Мен өлсем де өлермін жөнімменен, тәннен басқа немдалар өлімменен. Өлген күні апарып тығары көр, мен жоқ болман көміліп тәнімменен. Тән көмілер, көмілмес еткен ісім, ойлайтұғын мен емес бір күнгісін. Жұрт ұқпаса ұқпасын, жабықпаймын. Ел бүгіншіл, менікі ертең үшін. Сондықтан мынау пайда, мынау зиян деп жүрген мен саудагер емеспін ағайын. Жұрт ұқпаса ұқпасын, жабықпаймын. Ел бүгіншіл, менікі ертең үшін. Ертеңгі ұрпағымыз, ертеңгі бала-шағамыз, немерелеріміз қалай күн көреді, қандай елде өмір сүреді, соған жауапты сіз бен біз. Мен өзімді Ахмет Байтұрсындардың, Міржақыптардың, Әлихандардың, Жүсіпбектердің, Мағжандардың ізбасарым деп санаймын. Әрбір қазақ өзін дәл осылай санау керек. Әрбір қазақ ел бүгіншіл, менікі ертең үшін деп өмір сүру керек. Әрбір қазақ малым жанымның, жаным арымның садақасы деп өмір сүру керек. Әрқайсыларың мен Міржақыппын, мен Мағжанмын деп айта алуларың керек. Олар да тура сізбен біз сияқты ет пен сүйектен жаратылған адам. Олардың ерекшеліктері елім, жұртым деген жүректерінде махаббат болды. Осы махаббатты біз сіңіре аламыз. Сол кезде біз бейбіт, бақытты ел жасай аламыз. Алаштың ардақтылары осыны армандаған, оны жасайтын сізбен біз. Біріміздің артымыздан біріміз тас лақтырып, біріміздің артымыздан біріміз жуынды шашуға тоғырайық. Берекелі болса ел, жағасы жайлау ол бір көл дейді. Берекесі болмаса, көлі құрсын ол бір шөл дейді. Шөл боламыз ба, көл боламыз ба, сізбен біздің ойымыз, ісіміз, әрекетіміз, ниетімізге байланысты. Бізді жарқын өмір тосып тұр, тек қана береке бірлік керек. Рахмет тыңдағандарыңызға.